қанша адам сеніп алғанда негізі ақида дұрыс емес та, мен айтатын. Қазір қоғамда қарасаңыздар, неше түрлі қазір коучтар бар, жігіттер, бұл сенім деген нәзік нәрсе ғой. Сен қазір адамды бірдеңеге сендіресің, алып кетесің да. Сөйтіп ол адасады да, одан кейін бұл дүниедегі амал ешқайсысына жарамай қалады. Ертең алда барған кезде оның ақидасының дұрыс болу себебінен оны істейді, азапталады енді былай айтқанда. Сол неден деп ойлайсыздар негізі? Неге адамда ақидасының дұрыс болмауынан, дұрыс білмеуінен да. Мысалы алдында кімдер жайында айттық қой, Төребек және кімдер, мен сені көрсең қазір ойбай, ол кісілердің фанаттары қалай мені. Қанша адам сеніп алғанда негізі ақида дұрыс емес та, мен айтатын. Шариғат, ислам бойынша ақида дұрыс емес мұсылман. То есть сондай дәрежеге жеткен ғой, сенгеннен отырады айтады. Қызық емес деген әңгіме жеткен ғой. Шариғатың, біз соқсайтты болды. Бұл қандай ақида да? Енді егер оның ақидасы дұрыс болатын болса, оны естіген ол кісілерді, коучтарды қазіргі уақытта естіген дұрыс болатын болса, ол еретін бе еді? Ермейтін еді ғой. Мәселе сол ақида ілімі болмағаннан ғой. Ақида ілімінің дұрыс болмау себебінен сондай мәселе салдар болып отыр. Мен енді ойлабаймын, ол кісілерді алдап жатқан шығар деп, ана кісілерді, бірақ ол кісілердің де ақидасы дұрыс емес негізі. Сондықтан да ақиданың дұрыс болуы негізі көп нәрсенің реттілікпен, көп нәрсенің орнында болуымен алып келеді, нақтылықта алып келеді. Ақиданың дұрыс болмауы негізі көптеген залалынан зияндарға алып келеді.